Ауа райының өзгеруіне байланысты елдегі өзгерістер. Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті қымбаттылары. Егер осы хабарды сіз толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. 14 шілдеге арналған ауа райы болжамы. Синоптиктер 14 шілдеге Қазақстанның ауа райы болжамын ұсынды. Республиканың басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, жел күшейеді. Республиканың оңтүстігінде шаңды дауыл, батыста, оңтүстік-шығыста бұршақ жауады. Түнде солтүстікте тұман, ал Қазақстанның оңтүстігінде, оңтүстік-батысында, солтүстік-батысында және орталығында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Қазгидромет РМК Түркістан, Қызылорда, Атырау облыстарының басым бөлігінде, батыс Қазақстанның оңтүстігінде, батысында, Қостанайдың қаласының орталығында, Жамбыл облысының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Күндіз батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Қостанай облыстарының басым бөлігінде, солтүстік Қазақстанның оңтүстігінде, Ұлытау, Түркістан облыстарының оңтүстігінде, батысында аптап ыстық күтіледі. Күндіз Маңғыстаудың басым бөлігінде, батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Қостанай облыстарының оңтүстігінде қатты ыстық күтіледі. Нұр-Сұлтанда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +14, +16 градус, күндіз +29, +31 градус болады. Алматыда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 3-8 метр секунд жел соғады. Ауа температурасы түнде +18, +20 градус, күндіз +29, +31 градус болады. Шымкентте көшпелі бұлт шығады, жауын-шашынсыз. Шығыстан соғатын жел 8-13 метр секунд. Ауа температурасы түнде +19, +21 градус, күндіз +35, +37 градус болады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.